Бұл рецепті еш қайсы каналдан таба алмайсыз. Сондықтан менің каналыма жазылып, лайк басып, видеоның соңына дейін қараңыздар. Менің каналымда тек қана ерекше тағамдармен, өзімнің әлі еш жерде көрсетілмеген рецептермен бөлісетін боламын. Қажетті заттар экранда жазылды, сонымен біз бастаймыз. Тоңазытқыштан алынған құйрық майды алдымен осылай пластинка етіп турап аламыз. Жіңішке жұқа болу қажет. Холодильникте болғаны абзал, өйткені кесілген кезде осылай тегіс етіп кесілінеді. Бөлме температурасындағы құйрық майды дәл бұлай бір тегіс етіп кесудің мүмкіндігі жоқ. Сол себепті тоңазытқышта сақтап алып, содан соң қолданыңыздар. Көрсетілген мөлшердегі фаршымызға пиязымызды ұсақтап турап, не болмаса үкіштен өткізіп саламыз. Қажетінше тәбетіңізге қарай тұз және де қара бұрыш салатын боламыз. Біраз қасықтай ұн, не болмаса ақ нанды сүтке жібітіп салуларыңызға да болады. Бір жұмыртқаны шағып саламыз, орташа көлемді, және де чесногымызды ұсақтап үкіштен өткізіп аламыз. Бір чеснок жеткілікті. Турамаймыз, тураған жағдайда ірі болып кетеді, және де қуырылған кезде чесноктың дәмі күйіктің дәмі сияқты болып шығып қалады. Сол себепті үкіштен өткізіңіздер. Барлығын біркелкі болғанға дейін жақсылап араластырамыз. Мән беріңіздер, жақсылап тұрып араластырамыз. Араластырудың себебі ол бір-бірінен ажырап бөлініп кетпес үшін жақсы араласуы қажет. Фаршты ыдыстың ішінде бір-екі рет ұрғылап алғанда өте жақсы көмектеседі. Ол ажырап кетпес үшін, бір-бірінен шашылып кетпес үшін. Фаршымызды осылай жайып алып, үстінен пластинка етіп кесіп алынған құйрық майды қойып, осылай орап шығатын боламыз. Міндетті түрде стретч пленка қолданыңыздар, өте ыңғайлы болады. Барлығын осылап қысып орап аламыз. Жақсылап, қатты бос болып қалмауы қажет. Міндетті түрде басып ораңыздар, және де екі шетін бұрап, дәл осылай бір-екі рет айналдырып аламыз. Екінші рет орағанымды да дәл осы видеода ұзақтау етіп көрсеттім. Екі жанын дәл осылай қысып, екі жанын да жауып қоямыз. Себебі құйрық майымыз еріп ағып кетпес үшін фарштың екі жанына дәл осылай жауып қою қажет. Ұзақтан да дәл осылай қалай оралу қажет екенін көрсеттім барлығын. Бұл ыстық тағамды мен еш жерде әлі рецептін жарияламағанмын. Бұл рецепті еш жерден таба алмайсыз. Бұл авторлық рецепт, яғни мен өзімнің фантазиямнан келіп шыққан тағам. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Бұл етті сүймейтін кісілерге қатты ұнайды. Әсіресе ер азаматтар бұндай тағамдарды өте қатты жақсы көреді. Сол себепті міндетті түрде жасап көріңіздер. Мінекей, енді дайын болған соң ұнымызға жақсылап барлық жерін біркелкі тегізіп шығамыз. Өте жұмсақ болады, абай болған жағдайда бөліп жіберместен жасайсыздар. Егер қаласаңыздар, көлемін өздеріңіз қалағандай кішілеу етіп жасауларыңызға да болады. Қызып тұрған майымызда екі жанын қызарғанша қуырып аламыз, жоғары отта әрине. Дәл осылай, кішкене қызарса жеткілікті, аса қатты көп қуырудың қажеті жоқ, себебі майда бұл ашылып кетуі мүмкін, сол себепті. Енді фольгаға ораймыз, барлық жерін біркелкі етіп жауып шығамыз. Екі жанын бұрап, дәл конфет сияқты бұралған жеріні жоғары қаратып қоямыз, өйткені майы ағып кетпесі үшін. Қызып тұрған пешімізде 25-30 минуттай 180-190 градуста пісіріп аламыз. Негізі 35 минуттай жақсы пісіп шығады. Бұл тағамға подливті дәл осы рецептпен жасасаңыздар, дәмі өте керемет. Мен сіздерге ұнайтынына сенімдімін. Бірақ та өз қалауларыңыз бойынша басқа подлив түрлерін жасасаңыздар да болады. Пиязымызды кішкене қуырып аламыз, үстінен бір штук сәбізді осылай турап саламыз. Сәбізді көп қуыру қажет емес, аз ғана қуырылса жеткілікті. Видеода мен болгар бұрышы, пекин капустасы және томат, картошка салған болатынмын. Оларды қатты видео ұзақ болып кетпес үшін қысқартып тастадым. Барлығына 1 минуттан қуырып аламыз, және де томатты қуырып болған соң су құйып, бұл тағамның дәмін беретін дәмдеуішті айта кетейін. Өз қалауларыңыз бойынша әрине қара бұрыш, тұз қосуларыңызға болады, және де лагманға қосуға арналған бадьян атты приправа дәмдеуіш бар. Дәл соны қостым мен. Сіздер де міндетті түрде дәл осы дәмдеуішті қосып жасап көріңіздер. Дәмі өте керемет болады. Және де су құйып, жарты сағаттай бетін жауып, баяу отта қайнататын боламыз. Өз қалауларыңыз бойынша тағы да дәмдеуіштер қосуларыңызға болады.
Гарнирге мен күріш қайнаттым. Күрішті қайнатып, торттың формасына салып, дәл осындай әдемі форма беріп алдым. Бұл да бір тағамымыздың өте тартымды болып шығу үшін. Әрине, сәндеуді де өз қалауларыңыз бойынша сәндесеңіздер болады. Жанынан мен подливті қойып шықтым. Подливтің кішкене суына барлығын біркелкі етіп, әдемі етіп, содан соң пісіп шыққан еттерімізді турап алдым. Еттерімізді ыстықтай күріштің үстіне қойып, столға тартатын боламыз. Каналға жазылып, лайк басып, өз пікірлеріңізді қалдыра кетіңіздер. Әрбір комментарияны міндетті түрде оқып, жауап беретін боламын. Сұрақтарыңыз болса, сол жерде қалдырсаңыздар болады.